Морковная сладкая колбаска дайындау үшін 300 грамм сәбізді теркадан өткіземіз. 50 грамм сармай саламыз табаға. Сәбіз саламыз, 100 грамм қант. Баяу отта 30 минут пісіреміз қаптаған жауып. 200 грамм евлейін кишмемізді сұрттаймыз. Піскен сәбізге 50 грамм сармай саламыз, кишмемізді саламыз. 100 грамм жаңғақ қосамыз, 2 ас қасық қою тоған сүт. Араластырамыз. Пищевой пленкаға салып, колбаска формировать етеміз. 30 минутқа мұздатқышқа саламыз. Сыркеге 200 грамм сүзбеге 50 грамм мейіз саламыз. 1 ас қасық қою тоған сүт. Араластырамыз. Домалақтатып 30 минутқа мұздатқышқа апарамыз. Жүз грамм шоколадымызды водяной баняда немесе микроволновкада еретеміз. Біздің сырлықтарымызды орнатамыз. Құрма, мейіз, өрік, жаңғақ мясорубкадан өткізіп, 100 граммнан 1 ас қасық бал салып, домалақтатамыз. Жент жасау үшін 500 грамм талқанға 200 грамм қант саламыз, 200 грамм сармайды ертіп құямыз. Тарелкаға саламыз. Тоңазытқышқа апарамыз 30 минутқа. Шайға тәттілеріміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліңіздер.